Абылхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайында қазақ өнерінің нар тұлғасы Гүлфайруз Исмаилованың туғанына 85 жыл толуына орай ұйымдастырылған көрме одан ары жалғасуда. Гүлфайруз Мансұрқызы Қазақстанның бейнелеу және театр өнерінің дамуына қомақты үлес қосқан дарынды кескіндемеші. Гүлфайруз Исмаилова мәдениет ата-аналары мәдениет ортамен қарым-қатынаста болғаннан кейін бала кезінен бастап осы өнерге бейімделген. Жалпы өзінің шығармашылығындағы басты негізгі орын алатын әйел адамдарының тақырыбындағы бейнелер. Өзінің портреттік галереяларында ұлттық киімдерді нақыштауда, ұлттық әйел адамдарының әшекейлерін, әр детальдарын, элементтерін нақыштығымен, дәлдігімен, ұқыптылығымен бейнелеуде ерекше орын алады. Абылхан Қастеев атындағы өнер музейінде Қазақстанның халық суретшісі Гүлфайруз Исмаилованың 85 жылдығына арналған көрмесі өтеді. Осы көрмені тамашалауға Алматы қонақтарын, алматылықтарды шақырамыз.